Өткен шығарылымда уәде еткендей, бүгін «Все, везде и сразу» фильмі жайында қызықты ақпараттармен бөлісетін боламын. Бізге тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыз. Ты зашла слишком далеко. Или недостаточно. Өздеріңіз байқағандай, фильм бір рет қана көріп қоя салатын фильмдердің қатарынан емес. Әр көрген сайын жаңа ой, мән мағына табылары сөзсіз. Фильмді алғаш көргенде қос режиссер бұл туынды арқылы халыққа не айтқысы келгенін түсінуге тырысасың. Бірақ 2 сағат сюрреалистік оқиғаларға толы сюжеттерден кейін ойыңды жинақтау қиынға түседі. Бұл фильмді басқа біздің қазақ жақсы түсінетін шығар деп ойлаймын. Мәселен, өзгенің пікірі, айналадағы адамдардың өзің туралы не ойлайтынына аса мән беру, оған қоса өзгенің құрған ережелерімен өмір сүру, басқаның көңілі мен күйіне қараймын деп өзіңді мүлдем ұмыту. Сол Эвелиннің күйін кешіп жүрген қанша қазақ аруы бары рас. Бірақ шындығында кинодағыдай альфа әлемнен біреу келіп өміріңді өзгертіп бермейді. Сондықтан тағдырыңды өзгерту тек өзіңе байланысты екенін ұмытпағанымыз жөн. Ал фильмге келер болсақ, алғашында бұл сценарий Джеки Чанның өмірлік образына қарап жазылған көрінеді. Өйткені біздің сүйікті Джекидің некесіз туылған қызының жыныстық ориентациясы өзге екені белгілі. Фильмнің негізгі мақсаты бойынша ол қызын бар болмысымен жақсы көріп, қабылдауы керек болған. Бірақ Джеки бұл рөлден бас тартқан соң Дэниел басты кейіпкерді әйел адамға өзгертуді жөн көреді. Осылайша Мишель Йоға Оскар әкелген образ пайда болады. Ал күйеуі Веймонттың рөлін сомдаған Джонатан Кэхван 20 жылдық актерлық үзілістен кейін киноға қайта оралған. Осы уақытқа дейін ол каскадер-хореограф, режиссердің көмекшісі ретінде жұмыстар атқарған екен. Сомдаған бұл рөлі үшін Кэхван Оскардан үздік ер адам рөлі номинациясын қанжығасына байлайды. Кэхван фильмдегі 3 образды бірге алып шығу арқылы актерлық шеберлігінің жоғары дәрежеде екенін дәлелдеді. Эвелиннің жылауық әрі қорқақ күйеуі бола тұра, бірден мультивселенныйды құтқаратын Альфа Веймонтқа айналу үлкен жұмысты қажет ететіні сөзсіз. Ал жетістікке жеткен бизнесмен Веймонт «Любовное настроение» фильміндегі Тони Люнның бейнесін қайталағандай болды. В другой жизни я был бы счастлив считать налоги. С тобой. Жалпы Дэниел бұл туындыларын жасауда «Матрица» фильміндегі иллюзиялық әлемнен шабыт алып, Гонконг режиссері Вон Кар-вайдың фильм түсірудегі стилі мен бағытын өз туындыларына арқау еткен. Әсіресе фильмдегі түрлі түстер мен жарық арқылы кейіпкердің ішкі сезімін беруге тырысады. Әр әлемдегі Эвелиннің өмірі әр түрлі түстермен көмкерілген. Мысалы, Эвелиннің қарапайым өмірдегі образы ұстамды, басқалардан қарағанда үстем, айналасын тек қою қоңыр және қызыл түстер қоршаған. Тіпті алғашқы кадрларды алып қарасақ, түрлі ұсақ түйек заттардың көптігінен негізгі кейіпкердің өміріндегі хаосты көруге болады. Жетістікке жеткен атақты актриса Эвелиннің айналасы сара алтын түстес бояумен боялған, яғни байлық пен жетістіктің символы. Киген киімі, айналасындағы жарық бейне, бәрі Титаник фильміндегі әдемілікті еске түсіреді. Бірақ ол да толыққанды бақытты емес екенін бұрынғы сүйіктісімен жеке сөйлескен сәттегі қараңғылық, көшедегі жаңбыр арқылы ішкі жай күйлерін көрсетеді. Что ты делаешь? Учусь сражаться так, как ты. Ал күрес пен төбелеске толы сюжеттің көп бөлігі жасыл сары түспен боялады. Мысалы, Веймонт өзін альфа әлемінен келгенін түсіндіретін сәт. Тіпті Эвелиннің салық инспекторымен бетпе-бет келетін, өзінің қасиетін ашқан кезде де сол жасыл сары түс ойнайды. Бұл өзге ғалам,
Тұңғиық әлем адамның ішкі қорқынышының бояуы іспеттес. Ерекше саусақтары бар Эвелиннің әлемі ашық қызыл түс. Ол жерде нәзіктік пен әйел адамына деген махаббат бейнесін көре аламыз. Фильмдегі Джобу Тупаки образын түрлі түстерге бояп, ашық қою түстегі киімдермен оның ішкі әлемі мен мінезін айқын көрсетеді. Ешкімнен қорықпайтын зұлым кейіпкердің өзіне қойған ешқандай талабы жоқ екенін көруге болады. Ол сондай еркін, өзін көрсетуден қорықпайтын жан екенін байқаймыз. Ал Эвелиннің қызы Джой керісінше өзін ешкімнің байқамағанын қалайтындай. Әрдайым жеңі ұзын, кең, қою түсті киімдер киеді. Ол кейіпкердің сезімдері тапталған. Сол үшін де Джойдың сезімдерін жинақтап, Джобу Тупаки бубликті ойлап тапқан. Оның ортасындағы ойық жүрегіндегі үлкен жара. Қарап тұрсақ, анасы баласын түсінбейді, тыңдамайды, қалауымен таңдауын қолдамайды. Бұл баланың жүрегін жаралап, үлкен қара тұңғиықтың пайда болуына әкеледі. Бұл жердегі мақсат айналаңдағы адамдарды қалай бар, солай қабылдай білу. Фильмдегі Эвелиннің параллельді ғаламдарға өтетін керемет кадрларды, түрлі жарық пен қаланың көрінісін Дэниел қарапайым қол камерасымен қаланы аралау арқылы түсірген. Мұндай тәсілді Вон Кар-вайдың фильмдерінен көруге болады. Бір қызығы, Дэниел Эвелиннің атақты актриса образындағы кадрларын шынайы өмірдегі Мишель Йоның қызыл кілемге шыққан архив видеоларынан алған көрінеді. Малайзиялық актриса Мишель Йоның бағын ашқан бұл фильм көпшілікке оның қаншалықты керемет маман екенін көрсетті. Бір кейіпкердің сан түрлі образын сомдау, бір мезетте түрлі эмоцияларды анық жеткізе білу актриса үшін керемет тәжірибе. Жас ерекшелігіне байланысты соңғы кездері тек қосымша рөлдерді сомдап келген Мишель Йо үшін бұл шығармашылық жетістіктің бір шыңы. Мишель Йо сияқты өз мақсатымыз бен арманымызға ұмтылып, Джонатан Кехван сияқты әрдайым үміт үзбей болашақтың жарқын боларына сену керек деп ойлаймын. Саналы өмір сүру үшін саналы тұлға болу қажет, ал саналы тұлға болу үшін өзіңді жан-жақты дамыту міндетті екенін ұмытпайық. Сіздермен бірге болған Ұйқым келмейді каналы. Бізге тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше.